Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі жасайтыным тарадан чизкейк жасаймыз. Ең алдымен бізге сөктің талқаны керек. Және де оған майымызды ерітіп, құйып араластырамыз. Осылай ерітіп араластырамыз. Талқанымызды араластырып аламыз. Енді бізге көлсі керек. Пальгамен ораймыз. Көлсімізді мендегі 24 сантиметрлік көлсі. Осыны пальгамен орап дайындаймыз. Енді дайын болды. Енді бұған біз талқанымызды салып, жан-жағына крошка шығарып дайындаймыз. Осылай қасықтың көмегімен тегістеп, жан-жағына крошка шығарып, осылай тегістеп аламыз. Тегістеп алдық. Енді салмасына кірісейік. Ең алдымен бізге тары керек. Тарыны жуып, тазалап, қап-қарасы суын кетіріп, оған кішкене сүт құйып, жылы сүт құйып қойып қоямыз. Одан кейін бізге творожный сыр керек. Сөйтіп оған 3 қасықтай шекер саламыз. Сөйтіп араластырамыз. Және де жұмыртқа саламыз, 2 жұмыртқа. Тағы араластырамыз. Достар, бұл салмасын 1-2 сағат бұрын шығарып қоясыздар. Жұмсарып тұру керек. Бірден мұздай күйінше жасауға болмайды. Чизкейктеріңіз дұрыс шықпай қалады. Енді тағы араластырамыз. Енді тарымызды саламыз. Осылай тарымызды салып, тағы араластырамыз. Әбден араластырамыз. Енді оған кішкене сливки құйып, тағы араластырып, тестамыздың үстіне құйып, бетін тегістейміз. Енді пешімізді 100 градусқа 60 минутқа қойып, пісіріп аламыз. 1 сағатқа пісіріп аласыздар. Осымен чизкейкіміз дайын.